Менің сіңілім дей бергенменен жұлдыз болып баратсың ғой. Ақылмен жауап беруге болмай ма? Төбелеспен емес. Ақылың жетпей ме? Көрген тәрбиең осы ма? Сен менің көмекшім болған екен деп, жобада мәңгі отырам деп ойлама, Даяна. Бұл жерде барлығына бірдей заң тәртіп. Бір топ жігіттер бір-бірін жағасынан алып жатыр. Осы ма сіздерге керегі? Сіз неге құтырып кеттіңіз еңлік? Микрофонсыз мұрын астынан неше түрлі сөз айтып отырсыз ғой? Үндемеген сайын тіпті. Диана ханым, Тыңдағым келмейді. Рахмет. Ажа ханым, кешіріңіз. Бірақ шыдамын. Кешірмеймін, Даяна. Диана ханым, кешірім сұраймын. Кеше алмайды екен. Түйінін айтайын, шешендік деген көп сөйлеу емес, дөп сөйлеу дейді. Қазақта сөз бар. Болар адам 15-інде баспын дейді. Болмас адам 45-інде жаспын дейді. Кішкене ауырлау сөз бар қазақта, болмағыр деп. Мына екеуіңіздің де айтып отырған сөздеріңіз, сіздер айып етпеңіздер. Жаныма шығаннан айтып отырмын. 17 миллионның халықтың алдында айтып отырған әңгімелеріңіз болмағырдың әңгімесі. Тұзым. Мен бірінші бағдарламаға келгенде айттым, кез келген адаммен бірінші рет және соңғы рет кездесіп тұрғандай сөйлескім келеді деп. Ал сіздер бір дастарханда сыйласып отырып тамақтанады екенсіздер, күліп жадырап жайнап бұл кісінің анасымен барып танысады екенсіздер. Сізде ол кісіні оңай үйіңізге апарып бірге кездесуден кейін апарып таныстырады. Жақсы, ниетіңізге жетіңіз. Аха, рахмет, ниетіңізге жетіңіз. Бірақ мен ойлаймын да, тұзын жеп тұздығына түкірме деген бар. Сондықтан да мынау жерде қарап тұрсаң. Так, математикамыз қандай? Қазір қай жыл? 2024. 2024-тен 2004-ті алсаң қанша болады? 2024-тен 2004-ті алсаң қанша болады? Микрофон. 24. 24 ба? 24 болады, е? 2004-ті алсаң 24 болады. Жоқ, Шахмар мырза, қазір есіп жемей қойшы, пожалуйста. 22, Майра. 22 ғой? 22. 22 жастағы. 2024-тен 2004-ті алып таста. Так, 2000-ді алып таста. Бітейікші, миы шатасып қалды. 24-тен 4-ті алып тастасаң қанша болады? 20. Воу! Бинго! 20 жаста ма? Прикинь! Мен айта кетейінші. Мен енді ұялып қалдым кішкене. Ұялып тұрмын. Ұялмаңыз. Өте төмен болды бар ғой, ол адамсыз как-никак саған. Маған жабылуының керегі жоқ мына жерде, бұл аузыңды жап. Ты нормально со мной разговаривай, поняла? Сендер нәрбен бар болса да сылтылақтырасың ба жерге. Мир не крутится вокруг тебя, орныңды біл. Сіз қалай жігітпін деп айтады, өлем күйем деген қайда кетіп қалдан бәрі, өлем күйем дегені. Қарап қалсам, ғырт деген дауыс шығады. Мен ойлаған ғой, сәбіз жеп жатыр ма деп қарасам. Оказывается, ол тырнағын кеміріп отыр екен да. Қараған сайын тырнағының жартысы жоқ та ол жоқ. Қараған сайын Я настолько красивая, свои годы, вы 20 лет ко мне не тянете. Былай айтайыншы сендерге. Оқығанмын, тоқығанмын, неше түрлі тілде сөйлеймін. И қазіргі уақытта осындай сөздерді маған сендер айтпай-ақ қойыңдар. Жеріңді циркте боласың. Аферистка, клоун, тағы не айтасыздар? Альмира ханым, сіз үндемей отыра бересіз ба? Қатысушылар үміткерлерді осылай түсіре бере ма? Сонда маған мен жалғыз өзім отырмын, я? Мына жерде шакалдар сияқты бәрін маған жабылып айтсыңдар, сол дұрыс сурет айтам. Жапшы аузыңды болды. Жапшы аузыңды болды. қонақ үй туралы айтасың. Сен не үшін қонақ үй туралы айтасың? Деген көңілім шынымен таза болды. Кейде Үйдегілермен таныстырып бәрін. Сол жартас баяғы жартас, сол жартас. Кетсін. Екі қыз екі жағынан азғырт жүрді. Ойбай. Әсердің сөзін түсінбей тұрмын да. Салыстыруға келмейді деп, қай жағынан келмейді? Сен аш мен тоқ сол сияқты ма? Сен кімсің, мен кіммін? Сен кімсің? Сен кімсің, мен кіммін? Сен кімсің? Сен сен әдемі сезініп жүре бер, мен саған ештеңе демеймін. Өзім шындықты айтамын. Мақұл, аш болып жүре бер. Әр жігіттен тамақ сұрап. Мен сол үшін бір кешегі үшін вальс билесем. Как будто бір сұрап алған сияқты болып тұрмын да. Жоқ, ондай емес. Мен Жоқ, енді бүйтсе енді наоборот болсын да, наоборот әлем. Типа сен маған кесе десей, короче, сосын мен сөйтіп келемін. Кесе деп айтсай? Кесе енді билейік. Дос балаға бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сен бүгінгі бағдарламада өзіңді артық кетіп қалдың деп ойлайсың ба? Маған кім қалай сөйледі, дәл солай жауап беріп жатырмын деп ойлаймын. Сен жаңағы соңғы қолданған сөзді өзіңді көрсеткен сияқтысың.
Филолог мамансың. Аға, тіл маманы. Тіл мамансың. Пікірлер қалай? Жарыстарында болады. Пікірді жақсы пікір болады, жаман пікір болады. Оны қабылдай білу керексің сен. Сен исламның пікірін қабылдай салсаң ештеңе кетпес еді. Кешіріңіздерші, бірақ менің көңілім, иә, сөзіңіз аузыңызда кешіріңізші, бірақ менің көңілім жаңа қоқыс тастайтын жәшік емес. Әркімнің аузындағы жаман пікірлерді әкеп жинай беретін. Оны мен ішіме жинамау үшін ол кісінің өзіне жауап бердім. Болды, айтылған сөз, атылған оқ сол жерде қалды, қайтып ала алмаймыз. Өкінішке орай. Жарайды,